iPhone 13-тің тұсауы кесілді. Су жаңа смартфонға отандық әртістер жаппай тапсырыс беріп жатқаны рас па? Мүмкін мамама сыйлап қалармын, бірақ өзім емес. Осы жаңалықты дәл қазір талқылайтын боламыз. Сіздермен бірге мен Анара Батырхан және біз бастаймыз. Apple компаниясы су жаңа өнімдерінің тұсаукесерін өткізді. Әсіресе алма өнімі тұтынушылары кезекті iPhone-ды тағатын тауыса тосқаны жасырын емес. Смартфондардың жаңашылдығы оның дизайны мен камераларының орналасуында болса керек. Одан бөлек енді iPhone 13-тің жады 1 терабайтқа дейін жетеді. 13 Pro мен Pro Max және 13 mini A5 Bionic процессорымен жабдықталған. Бұл дегеніміз телефон ұзақ уақытқа дейін қуат көзіне қосылмай-ақ жұмыс істей алады деген сөз. Ал құрылғылардың құнына келер болсақ, моделіне қарай 409 мың мен 645 мың теңге аралығында. Apple әдеттегідей тек телефонның тұсаукесерімен шектеліп қалмады. Компанияның бас директоры Тим Кук біздерде мынадай бар демекші өнімдерінің бәрін жарнамалап қалуға тырысты. Сонымен алма брендінің биылғы ұсынары не? Келесі бейнематериалда. Let's get started with Apple TV+. Көптен күткен презентация Apple TV Plus қосымшасының артықшылығын тізбелеуден басталды. Алпауыт компания түрлі контент тамашалауға арналған стримингтік қызметтің тұсауын кескен еді. Енді биыл таныстырылым барысында стримингтегі су жаңа картиналар ел назарына ұсынылды. Тағы бір жаңалық, жетілдірілген кезекті iPad және iPad mini, оларға қуаты күшті A3 Bionic процессоры қондырылған, 12 мегапиксельді камерасы тағы бар. iPadтар арасындағы алғашқы өзгеріс, ал жедел байланыс Magic Keyboard, Apple Pencil, Тим Куктың айтуынша гаджетті бірегей ете түспек. Құрылғылардың құнына келер болсақ, iPad 181 мың, ал iPad mini 280 мың теңге. Next, let's talk about Apple Watch. Apple Watch Series 7-де бұл күллі әлем көз тіккен технологиялардың бірі болды. Енді сағат су, шаң, ылғал өткізбейтін қасиетке ие. Одан бөлек бұл жолғы дисплей өткен сандарға қарағанда 50%-ға үлкен корпуспен көмкеріліп кеткен. Алма бренді өкілдерінің айтуынша, жаңа сағаттар қуаттағышсыз 18 сағатқа дейін жұмыс істей алады. Айтпақшы, оның бауын әзірлеуде компанияға Hermes брендімен коллаборация орнатуға тура келген. Гаджеттер түрлі түсте сатылымға шығады. Apple Watch Series 7 бағасы 170 мың теңге. Apple'дың өнімдері шыққан соң, шоу-бизнестегі біразының смартфондары жаңарып қалары сөзсіз. Еске салсақ, құрылғыға алдын ала тапсырыс беру 22 қыркүйектен басталмақ. Бұдан хабардар, жас әнші Сиситай жаңа iPhone-ды бірінші болып алып қалуы әбден мүмкін. Алайда өзіне емес, өзгеге. Толығырақ келесі сюжетте. Көштен қалмау керек. Бұл бүгінгі бренд қуалаған шоу-бизнес өкілдерінің ұстанымындай. Жаңа дүние шықса, ең бірінші әртістердің қолынан көреміз. Мысалы, күні кеше ғана презентациясы өткен iPhone 13-ке әнші Сиситай алдын ала тапсырыс беруді ойлап жүр екен. Предзаказ жасамадым. Өзіме бір жыл бұрын iPhone 12 сыйлаған болатын, сол маған әрі жерге жетеді. 13 алам деп ойламаймын, өйткені шүкір, мүмкін мамама сыйлап қалармын, бірақ өзім емес. Тұрар Ыдырыс та iPhone 13 алудан үмітті, бірақ бұл бренд қуалағандықтан емес, қажеттіліктен туындап отырған мәселе екен. Смартфоным сыр беріп жүр деген ол, ашық сатылым басталғаннан кезекке бірінші тұратын жұлдыздардың қатарынан. Бренд құмармын деп айта алмаймын, бірақ 13-ті алатын шығармын, өткен мен 12-ні алған жоқпын. 13-ті прям күтіп алатын шығармын деп ойлаймын. 11 Pro Max мен жүрмін. Негізі, егер телефон жақсы істеп тұрса, жалпы егер телефон туралы айтатын болсақ, телефон жақсы істеп тұрса, оның да тұрған ештеңе жоқ сияқты, өйткені ол жыл сайын ауыса беретін нәрсе. Просто менде қазір кішкене телефон дұрыс емес істеп тұр. Ал Мәди Рымбаев тіпті Apple тұсаукесер жасап жатқанынан бейхабар болып шықты. Әнші 13-ті алу алмау екі талай дейді. Оның себебін Мәди былай түсіндірді. Мен даже предзаказды қалай жасайтынын білмеймін де. 12-мен жүрмін, білмеймін, телефонның состояниясына қарай көретін шығармын. Әзірше айта алмаймын, өйткені енді менің қаражатым жағынан қалай болатынды.
Жарлары жұлдызын жаққан. Шоу-бизнесте танымал әйелдер арқылы әйгілі болғандар кімдер? Ну и кстати, вот Айтпақшы, Данияр Вайн түсіре бастағаннан ақ оған фильмдерге рөлге шақыртулар көп болды. Мэтт Галлада Риананың төбе көрсетуі оның күллі жанкүйеріне тыныштық берер емес. Себебі поп әнші тұңғыш рет сүйіктісі A$AP Rockyмен көзге түсті. Жұлдызды жұп шарада әсерлі образдармен ерекшелене білгендей. Еске салсақ, ғашықтардың кездесіп жүргеніне 1 жылдан асты. Екеуінің арасындағы сезім қарапайым достықтан басталған көрінеді. Бүгінде рэпер Ририді тіпті өмірлік махаббатым деуден жалғар емес. Риана махаббатқа мас болып жүргенде оның әріптестері шығармашылыққа шындап кіріскен. Мәселен, Дрейктің қатарынан 9 әні Billboard чартынан табылды. Осылайша хип-хоп орындаушы тарихта болмаған рекорд орнатып отыр. Дрейк көптен бері көрінбей кеткен еді. Сөйтсек, бұл дауыл алдындағы тыныштық екен. Музыканттың күні кеше жарық көрген су жаңа Certified Lover Boy альбомы көпке ұнап жатқандай. Жинақтағы 9 бірдей трек тыңдалымы жағынан топ жарды. Топ чартты Way Too Sexy трегі бастайды. Оны рэпер өнердегі әріптестері Future және Young Thugпен бірлесе шырқаған болатын. Ал туындының клипінде Дрейк Рэмбо, Майкл Джексон, Backstreet Boys'тық мембер кейпіне еніп, өткенді еске түсірген еді. Музыкалық чарттың екінші орнына оның Lil Baby мен шырқаған Girls Want Girls әні жайғасса, үздік үштікті Travis Scottпен шырқаған Fair Trade трегі түйіндейді. Соған қарағанда жұлдызды дуэттер тыңдарман көңілінен шыққандай. Ал Billboard музыкалық чартында Дрейкке жалғыз төтеп берген Джастин Бибер болды. Оның Кит Лароймен шырқаған Stay әні 6-шы орында. Трек TikTok желісінде трендке айналғанын айта кеткен жөн. Бритни Спирс үшін өмірінің сәтті кезеңі енді басталғандай. Әнші жақында ақ келін атанбақ. Жасы 40-қа таяған поп жұлдыздың таңдауы 27-дегі Сэм Асгариге түскен. Жұп 2016 жылы Спирстің Slumber Party клипінің дайындығы кезінде танысқан. Бритнидің сүйіктісі фитнес жаттықтырушы және актер. Еске салсақ, әнші бұған дейін 2 рет тұрмыста болған. Осылайша Бритни сүйіктісін клипке түсіріп, бір күнде Сэм Асгариді танымал еткен еді. Отандық шоу-бизнесте де ерінің жұлдызын жаққан сылқымдар жетерлік. Соның бірі Жания Джуринская күйеуін танымал еткенін жасырмайтын тәрізді. Тіпті бүгінде отағасына актер бол деп қолқа салатындар көп көрінеді. Всем привет, с вами Данияр Хизметов. Данияр Хизметовты әуел баста санаулылар Қайрат футбол командасы туралы блогтар арқылы білетін. Біраз уақыт өткеннен кейін ол Инстаграмда Джуринскаямен ортақ коллаб түсіре бастады. Кейіннен жұрт Хизметовты вайнер ретінде тани түсті. Достықпен жұмыстан басталған махаббаттың соңы отбасылық өмірге ұласып қана қоймай, Даниярға танымалдылық әкелгендей. Ну, очень странно, что... Біз алғаш кезде бірге тұрып жүрдік, және арақатынасымыз туралы желіге көп видео салатынбыз. Бірақ ең қызығы бізді басында бәрі жай достар шығар деп ойлаған екен. Ну и кстати, вот Айтпақшы, Данияр Вайн түсіре бастағаннан ақ оған фильмдерге рөлге шақыртулар көп болды. Ал Жанел Мақажанның сүйіктісі Абай Асылхан кәсіби актер болғанымен, көпшілік оны актрисаның жары ретінде таныды. Өнерпаздың күйеуі махаббаттарының шынайы екенін дәлелдеумен әлек. Себебі басында бұл жұптың сезімін көбі хайпқа балаған еді. Басында бәрі хайп деп ойлады. Бірақ біз хайп үшін жасаған жоқпыз, өзіміз үшін жасадық. Сондай әлі күнге дейін сенбейтіндер бар. Луинаға тұрмысқа шыққан соң Артем Обуховтың да танымалдылығы шарықтағаны жасырын емес. Оның жұлдызды патилер мен шоу-бизнестегі басқосуларға Лумен бірге төбе көрсетуі өз ықпалын тигізбей қоймады. Оның менен 7 жас кіші екенін айтудан арланбаймын. Өйткені оның дүниетанымы болмысы тым ересек жандардыкіндей. Мен кез келген жағдайда оған арқа сүйей аламын. Бүгінде Луинаның директоры атанған Артем әлеуметтік желілерде өте белсенді. Тіпті оның аккаунтына 200 мыңға жуық фолловер тіркелген.
Ашума тиме. Шоу-бизнестегі кейбір жігіттер неліктен жұдырық ала жүгіруге жақын. Мен мұрын 2 рет сынған, мұрным қисық, басым жарылған. Дәл осы және де өзге де жаңалықтар жайлы жарнамадан кейін білетін боламыз. Арнадан ауыспаңыздар. Біз жарнамадан оралдық, дәл қазір ревью бағдарламасында көреттеріңіз. Ашума тиме. Шоу-бизнестегі кейбір жігіттер неліктен жұдырық ала жүгіруге жақын. Мен мұрын 2 рет сынған, мұрным қисық, басым жарылған. Жүрген жері айғай шуға толы Конор Макгрегор тағы да жанжал шығарды. Бірақ рингте емес, Бруклинде өткен MTV Video Music Awards марапаттау рәсімінде. Спортшы Меган Фокстың жігіті Колсон Бейкермен қақтығысып қалған. Рэпер Конормен бірге фотоға түсуден бас тартқан және сол мінезімен боксшыға ұнамай қалған көрінеді. Макгрегор мұны дөрекілік санап, Колсонға қолындағы суын шашып жіберген. Я, Конор секілді қызуқанды жұлдыздар біздің елде де бар. Мәселен, Қуат Хамитовтың жүрген жері айғай шу. Тіпті спортшы бұл мінезінің кесірінен үйғамаққа да отырып шыққан болатын. Одан өзге танымалдар арасынан ашушаңдығымен көзге түскен тағы кімдер бар? Айдана Мәулен біліп көрді. Шоу-бизнес әлемінде ашуға тез берілетін жұлдыздар көп. Кейбірінің ісі әшкере болып, көпшіліктің талқысына түсіп жатады. Хитмейкер әмірені қой аузынан шөп алмас шуас деп ойлайды екен, бірақ әнші тік мінезінен талай таяқ жеген. Мен мұрын 2 рет сынған, мұрным қисық, басым жарылған. Бірақ әнші әмірі ер азамат екені көрсетіп, еш жерге арызданбаған. Мен ер жігіттім ғой, болды. Онда тон ештеңе жоқ. Пранкер Алмас Есенхан да ашуға беріліп қызуқанды болған, бірақ ызасын бірден басып, сабасына тез түседі екен. Мен енді мектепте сәл кішкене бұзықтау болдым. Сол бұзықтығыма қарамастан мен еще әнші болғым. Қалың көрермен Чингиз Капинді де сабырлы әрі әдепті әртістер қатарына жатқызады. Алайда басына іс түсіп, ашуға бой алдырса, актер ешкімді де аямақ емес. Уберите машину, простите. На что в ответ я получил: чё, нормально общаться умеешь? Это могло дойти до потасовки, если бы не девушка, которая сидела рядом. Сондай-ақ басы үнемі дауға қалып, шудың ортасында жүретін жұлдыздар арасында Төреғали Төрәлі, Қайрат Нұртас, Серік Ибрагимовтер де бар. Сән әлемінің Оскары. Ақшта күні кеше Met Gala 2021 шарасы дүркіреп тұрып өтті. Костюмдер институтының балына келген жұлдыздар танымастай өзгерген. Әсіресе көбіне кең етек шалбар киіп жүретін Билли Айлиш өз образымен қатты таңғалды. Адуынды хип-хоп орындаушы емес, Мерлин Монроның кейпіне енген. Офлайн шараларда әбден сағынған жұлдыздар үшін Met Gala өздерін көрсетуге таптырмас алаң. Сондықтан шоу-бизнес өкілдері фотографтар алдында құмары қанғанша бой түзеп әбден суретке түсті. Сән саласында орны бөлек Met Gala'да бұл жолы Билли Айлиш өзінің нәзіктігімен көпті таңғалдырды. Жас әнші алғаш рет кең етекті көйлек киіп Барби образында келген. Оскар де ла Рента брендінің ашық күлгін лугын Cartier алқасымен толықтырған Биллиді көпшілік Мерлин Монроға ұқсатты. Джейло болса кантри стилінде. 52 жастағы әнші Ральф Лаурен топтамасының қоңыр көйлегін шляпамен толықтырған. Соңғы кездері жеке өмірі талқыға түскен Джейло Met Gala'ға сүйіктісі Бен Аффлексіз келуді жөн санапты. Есесіне Джастин мен Хейли Биберлер кештің ең жарасымды жұбы. Қол ұстасып келген жұлдыздар Сент Лоурен мен Дрю брендтерінің классикалық образына таңдау түсірген. Қызыл кілемдегі ғаштар арасында сондай-ақ Шон Мендес пен Камила Кабео. Тайка Вайтити мен Рита Ора және Кит Харингтон жары Роуз Лесли де бар. Бруклин Бекхэмде Met Gala'да жалғыз емес. Әйгілі айқдопшының тұңғышы ресми түрде жаңа ғашығы Никола Пельцті көпшілікке таныстыру үшін ертіп келген. Модель Валентина коллекциясының күлгін көйлегімен кештің қадірлі қонағы атанды. Алайда Met Gala 2021 кешінде көптің назарын Ким Кардашьян өзіне аударталғандай. Сәнбике бетін балакламамен бүркеп түгелдей Total Black'та төбе көрсетті.
Айтылы шараға жылтыраған көйлек кимесе де ким әлі ұзақ талқыдан түспейтіні сөзсіз. Ал кимнің жанына ертіп келген белгісіз жігіт бөлек әңгіме. Әуел баста оны көбісі Kanye West деп топшыласа, кейіннен No Name сылқымның дизайнері Демна Гвасалия екені белгілі болды. Ал дәл осы Met Gala шарасында рэпер Lil Nas X 3 бірдей образ ауыстырып әуре сарсаңға түскен көрінеді. Жалпы жұлдыздарды әбігерге салған аталмыш шараның негізгі мақсаты қандай? Танымалдар айтылу кешке қанша уақыт дайындалады? Келесі сюжетте. Met Gala сәнқой жұлдыздар мен фэшн мамандарды бір шаңырақ астына жинайтын айтулы шара. Костюм институтының балы дәстүрлі түрде 1974 жылдан бері ұйымдастырылып келеді. Әдетте бұл кешке шоу-бизнес өкілдері бірнеше ай бұрын қызу дайындықты бастап кетеді. Бір жылдық үзілістен кейін танымалдар тоғыстырған Met Galaның биылғы тақырыбы Америкада сәнді лексикон деп алынса, америкалық тәуелсіздік атты дресс-код талап етілген. Ал Нью-Йорк қаласындағы метрополитен өнер мұражайына алғаш болып Тимоти Шаломе келді. Сұраныстағы жас актердің шараға алғаш болып төбе көрсетуінің өз себебі бар. Өнерпазға кештің жүргізушілік тізгіні бұйырған. Әйгілі Vogue журналының пайымынша Met Galaның ең сұлулы ретінде Kendall Jenner танылды. Givenchy топтамасының ашық тор көйлегіне таңдау түсірген сәнбикені 20 шақты стилист дайындаған екен. Мен стилистім Андрейді жақсы көремін. Ол менің ойымды оқитын сияқты. Біздің талғамымыз да бір жерден шығады. Бүгін дәл осындай асыл тастармен көмкерілген көйлекті ауыр болса да киіп келдім. Кеште Kendallдың анасы Kris Jenner мен құрбысы Gigi Hadid те қадірлі қонақтар қатарында. Gigi 80 жылдардағы образда төбе көрсетті. Праданың әсем үлгісінде америкалық селебрити бас қосатын кеште жүріп біз үшін құрмет. Меніңше бұл шара көбіне дизайнерлерге өздерін көрсету мүмкіндігін сыйлайды. Жас әнші Оливия Родриго да Met Galaға әбден дайындалған. Түрлі музыкалық чарттардың көшін бастап жүрген жас әнші батыл образбен көпті таң қалдырды. Костюмдер институтының арнайы кешіне Lil Nas X сөзсіз басты назарда. Рэпер 3 бірдей образ ауыстырып қызыл кілемде төбе көрсетуін бейне бір перформансқа айналдырғандай. Музыкантқа бұл кеште 5-6 көмекшінің өзі аздау көрінді. Өзгеден ерекшелене білген жұлдыздар арасында Ciara да бар. Әнші америкалық футбол командасының формасын көйлек қылып киіп келген. Алишер Тагирович тағы ел назарында. Бұл жолы рэпер жаман атымен емес, қайырымдылық жасап ерекшеленді. Моргенштерн 3 жасар Илья Худабаның еміне өз атынан 15 миллион рубль аударған. Тимашевск қаласының кішкентай тұрғыны бұлшық етарқа атрофиясымен ауырады екен. Ильяның толыққанды айығып кету үшін 168 миллион рубль қажет болған. Бүгінде бүлдіршін ем-домын қабылдауды бастап кетіпті. Так, ну давай, рассказывай. Стою я на вокзале и узнала, подайте мне конфетку, зефирку и компот. Положите мне печеньку, большую прямо в рот. Без автотюна, смотри, завалил. Без автотюна. Я настоящий певец. Есть чему поучиться. Ресейлік рэпер сынды қазақстандық әртістер де қайырымдылықты жиі жасап тұруға тырысады. Мысалы, Мақпал Жүнісова жақсылықтарының санынан шатасатын көрінеді. Тіпті әнші алдына келгенді құр қол қайтаруға ұялады екен. Өмірлері ертегі болып көрінетін артистер қауымнан көпшілік қайырымдылықты қалтықсыз күтетіні анық. Бірі жария жақсылық жасаса, енді бірі бергенін бүгіп қалғысы келеді. Ал елдің еркесі Мақпал Жүнісова қанша жерде көпке көмектессем де көзден тасада қалғанды ұнатамын дейді. Енді мен оны айта берсем, ол список менде мынандай. Кәдімгі бір дәптер сиятын шығар. Иә, өте көп қайырымдылық жасаймыз. Жақсылықты ең бірінші жақыныңа жасау керек. Бұл халық артисі Роза Рымбаеваның пікірі. Дегенмен қуаныш қызының көмегіне жүгінгендер жетерлік екен. Қолдан келгенше қызмет қыламыз дейді өзі. Өзімнің айналамда қаншама достарым бар. Денсаулығына көмектесем, операцияларына көмектесем. Өзімнің айналамдағы бауырларым, туған туысқандарым барлығы менің көмегімменен, сол қамқорлығымменен. Патруль сериалының жұлдызы Мейірхан Шерниязовтың да осы уақытқа дейін жақсылығын көргендер жетерлік. Бірақ қайырымдылықты актер жалғыз өзі емес, жанындағы жолдас жігіттерімен бірігіп жасайды екен. Садақаның екі түрі болады ғой, бірі жария, біреуі жария емес деген. Сол сияқты біз жігіттер
Бұдан басқа көптеген садақалар жасап жатыр, білеміз оны. 99% көрінбейді. Бейбіт Әлібековтан да көмек сұрайтындар аз емес. Әлібеков әлім келгенше жәрдемдесемін. Әсіресе инстада жазатындар жетерлік, жүрегің ауырады дейді. Ну, во-первых, это большая работа. Для начала собрать. Бізге мыңдаған адам өтініш білдіреді. Бәрін бірден қамтамасыз ету оңай емес. Біз арнайы тізіммен жұмыс істейміз. Қатты қиналған жандарға бірден көмектесуге тырысамыз. Қайырымдылық жасаудан алдына жан салмайтындардың қатарында блогер Жансерік Қадырбаев, бизнесмен Қайрат Құдайберген тағы бар. Осымен бүгінге дайындаған жаңалықтар легі осындай. Мен сіздермен қоштасмай, тек ертеңге дейін сау болыңыздар деймін.